Қытай императоры Юнле тұсындағы саяси жағдай. 15 ғасырдың бас кезінде 1403 жылы Қытайда император Юнле таққа отырды. Ол мемлекетті 22 жыл басқарды, яғни 1425 жылға дейін шексіз билік жүргізді. Әскерді де ауыл шаруашылығымен айналысып, өз азық-түліктерін өздері қамтамасыз етуді жаратты. Конфуцийлық ілімді таратты, ғылым мен өнер гүлденді. Юнле өзінің Юнле энциклопедиясын жазғызды. Ол Азия мен Африка елдеріне сауда жасасты. Қытай кеме жасауды дамытты, порттар ашылды. Осының себебінен әр түрлі мемлекеттерге барып сауда жасатты. Соның ішінде Қытайда өнеркәсіп өндіруде жақсы дамыды. Мысалы, темір өндіру Гуанчжоуда, Цзяньжинда фарфор мен керамика жасау, Шанхайда мақта мата, Ухада түрлі бояулар жасау, Тайванда қолөнер дамыды. 16-17 ғасырда қағаз, әйнек, лак, металл, алтын, күміс, мыс, темір, тұз өндірісі қатты дамыды. Қытай кеме жасаудан ең бірінші орын алды. Және де мануфактуралар Юнле тұсында пайда бола бастады. Кейін шетелдіктер келе бастаған кезде Юнленің саясаты өзгеріп, орнында отырған басқа императорлар жабық есік саясатын ұстанды. Бұл дегеніміз манчжурлардың Қытайды басып алуы, кейіннен европалықтардың Қытайға келуі, үлкен экономикасына Қытайдың